сәлем береді дегендей. Қымбатты ұстаздар мен жас достар, мен Жамбыл облысы Баймырза Беспаев мектеп гимназия оқушысы Жылқышан Ұлдана. Ұлы даланың 7 қыры атты бағдарламамды сіздермен бірге таныстырмақпын. Ендеше кеттік. Қазақстан қызғалдақ пен алманы отаны. Қызғалдақ жауқазындарды Ақтау, Қызыл тауларынан таба аламыз. Ал алманы осы өзіміздің алмалы шатқалымыздан табуға болады. Ендеше осындағы ең керемет бал алманың бірі алмаларымыздың дәмін татып көрсек. Ұлы даланың 7 қыры ақтығында қазақ деген қайсар халық, сонау тас, қола дәуірінен басталу, темір дәуіріндегі сақтардың, үйсіндер мен қалыңдардың, ғұндардың, байырғы түркілердің ұрпағы, бабалардың жұртында қара шаңырақта сақтап қалған халық. Қазақстан түркі халықтарының қара шаңырағын сақтап қалған халық. Соған мысал ретінде орта ғасырдың тарихындағы әшекей бұйымдарды және құмыраларды жатқыза аламыз. Және де осындай әшекей бұйымдар, құмыраларды, осындай орта ғасырдан қалған бізге деген мұраларды біз өзіміздің мектебіміздің музейіне көре аламыз. Оны қазір сіздерге көрсетемін. Міне, оны осы жерлерден көре аламыз. Мысалға, мына петроглифтерді айтуға болады, және де тұрып қалған атынан қалған, яғни 7-9 ғасырларға жататын құмыраларды аламыз. Және де бұл жерде ежелгі қола дәуірінен қалған петроглифтеріміз. Ежелгі ата-бабаларымыздан белгілі, яғни әлемде ең алғаш болып жылқыны қолға үйреткен осы қазақ халқы. Оны мына тұстағы суреттен көре аламыз. Яғни бұл жердегі қамысты бұлақ шатқалынан алынған болатын, яғни бұл петроглиф, яғни бұл жылқының үстінде сарбаздың отқандығын көреміз. Міне осыдан бастап біздің қазақ халқының осындай атқа жақын екендігін біле аламыз. Следующая наша маршрутная остановка – это улица, посвященная Шелковому пути, то есть Жібек-Жолы. Великий Шелковый путь – это дорога, соединяющая Запад и Восток, внесшая свой вклад в мировую экономику. Андық стиль, Андық style is symbol of our incomparable spiritual treasure, inherited from the southly of Sak and Risen. Bold horns of mountain goat and the head of eagle, shown for cardinal points, which found in Житотөбе are special production. Ежелгі металлургия, ancient metallurgy. Ancient metallurgy, our ancestors who mastered technology of production and the treatment had smelt metal and made decorations from gold and silver. And the gold which found in Житотөбе is proof of it. Алтын адам, жаһан жұртшылығын таң қалдырған, кезінде есік обасынан табылған, сақ қоғамына жататын сақ адамы болып табылады. Яғни оның сыртқы пішінінің бәрі сақ алтыннан жасалған. Міне осындай құнды мұраларымызды болашақ ұрпаққа дәл осы күйінде жеткізу біздің міндетіміз. Түк білмей босқа өткен уақыттың, өмірдің маңызы жоқ бос емес пе? Кең байтақ даламыздың тарихымен жастарды тәрбиелеу қош емес пе? Бабалардың мұрасын танып білсек, рухани жаңғыртуымыз осы емес пе? Осылайша біздің ұлы даланың 7 қыры ақтығында атты саяхатымыз осымен тәмамдалды.